Пәннің аты Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. Бүгінгі тақырыптың атауы 1918-45 жылдардағы Қытай елі. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Қытай. Екінші сұрақ, Қытай коммунистік партиясының құрылуы. 3. 1920-22 жылдардағы саяси күрес. Төртінші сұрақ, 25-27 жылдардағы ұлттық революция. Бесінші сұрақ, Гоминдан және коммунистердің арасындағы қарулы күрестің басталуы. Соңғы сұрақ, 1937-45 жылдардағы Қытай халқының Жапония басқыншылығына қарсы күресі. Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңына таман Қытайдың саяси бытыраңқылығы барынша ұлғайды. Пекиндегі орталық үкімет әлсіз болды. 1916 жылы президент Юань Шикай қайтыс болғаннан кейін провинциялардағы бүкіл билік губернатор милитаристердің қолына тиді. 1917 жылы Қытай үкіметі Антанта блогын жақтап Германия тобына соғыс жариялайды. Бірақ Париждегі бітім туралы конференцияда Қытайдың мүддесі ескерілмеді. Дүниежүзі халықтарының азаттық қозғалысы, көршілес Ресейдегі революция, империалистік елдердің әділетсіз шешімдері Қытайда 1919 жылы болған 4 мамыр қозғалысына себеп болды. Ол Пекин университеті 64 студентінің ереуілдерінен басталды. Студент жастар Париж конференциясының әділетсіз шешімдеріне қарсы шығып, отандастар көтеріліңдер деген ұран тастады. Жалпы ұлттық сипатқа ие болған қозғалысқа жұмысшылар, қолөнершілер, саудагерлер, өнеркәсіп буржуазиясының өкілдері, зиялы қауым мен қаланың кедей тұрғындары қатысты. Көптеген қалаларда Жапон тауарларына бойкот жарияланды. 4 мамыр қозғалысы Қытайдағы ең күшті империалистік қозғалыс болды. Онымен санасуға мәжбүр болған Париждегі Қытай үкіметінің ресми өкілдері Версаль бітіміне қол қоюдан бас тартты. 1920 жылдың басында Қытайда Пекин, Шанхай, Чанша сияқты ірі қалаларда бірнеше коммунистік үйірме пайда болды. Ең ірі марксшыл үйірменің бірін Пекин университетінде профессор Ли Дачжао ұйымдастырды. Ол 1919 жылғы 4 мамыр қозғалысын ұйымдастырушылар қатарындағы беделді қайраткер еді. Коммунистік интернационал өкілдерінің көмегімен 1921 жылғы шілдеде Шанхайда Қытай коммунистік партиясының бірінші съезі шақырылып, партияның жарғысы қабылданды. 1920 жылдың жазында солтүстік Қытайдағы әскери милитаристік топтар арасында саяси билік үшін өзара күрес басталды. Дәл осы кезеңде оңтүстік Қытай аймақтарындағы саяси топтар Кантонға жиналып, Сунь Яцен үкімет басшылығына шақырылады. Пекиннен қашқан парламент мүшелері де Кантонға жиналады. 1921 жылғы сәуірде олар Сунь Яценді Қытай Республикасының президенті деп жариялайды. Осы қалада жаңа үкімет құрылады. Солтүстіктегі әскери топтар мен шетел державалары Сунь Яцен басқарған үкіметті мойындамайды, ал ол кеңес үкіметімен саяси байланыс орнатады. Революцияшыл Қытай армиясына офицер мамандар даярлау үшін Вампу аралында арнайы әскери мектеп ашылып, КСРО-дан келген әскери мамандар сабақ беруге кіріседі. Оны қаржыландыру міндетін КСРО өз мойнына алады. Осы кезеңде Гоминдан партиясы мен Қытай коммунистерінің арасында жақындасу байқала бастайды. 1925 жылғы 30 мамырда Шанхайдағы жұмысшылар мен студенттердің антиимпериалистік ереуіліне ағылшын полицейлері оқ атып, бірнеше адам өлтірілді, көптеген адам жараланды. Бұл жазалау наразылықтың жаппай саяси ереуілге айналуына түрткі болды. 30 мамыр қозғалысы бүкіл қытайлық революцияға ұласты. 1925 жылғы 1 маусымда Кантон революциялық үкіметі өзін Қытай Республикасының ұлттық үкіметі деп жариялайды. Шетел басқыншыларына және Қытай феодалдық милитаристік күштеріне қарсы Қытай бұқарасы көтеріледі. Революциялық қозғалыс жалпы халықтық антиимпериалистік сипат алады. Гоминдан мен коммунистер біртұтас майданға біріккеннен кейін Сунь Яцен үкіметі орналасқан Гуандун провинциясы Қытай революциясының тұңғыш базасына айналады. Мұнда ұлттық революциялық армия жасақтала бастады. Бұл кезде Гоминдан антиимпериалистік күштер блогының бұқаралық ұлттық партиясына айнала бастады. Революциялық үкімет шеңберін кеңейту үшін солтүстік Қытайдағы милитаристер
күшін талқандау қажет болды. Осы міндетті орындау үшін ұлттық революциялық армия 1926 жылы шілдеде солтүстік жорығын бастайды. Оның жоспарын жасауда және жүзеге асыруда кеңестік әскери мамандар үлкен рөл атқарды. 1926-27 жылдары ұлттық революциялық армия үлкен жеңістерге жетті. 9 айдың ішінде 7 ірі провинция, Ухань және Нанкин сияқты ірі қалалар, 150 миллионнан астам тұрғыны бар аумақтар ұлттық үкімет билігін мойындайды. 1925 жылдың наурыз айында Сун Яцен қайтыс болғаннан кейін ұлттық майдан құрамындағы коммунистер мен Гоминдан арасында билік үшін тартыс өршіді. Гоминдан басшылығына келген ұлттық буржуазияның өкілі генерал Чан Кайши болды. Сун Яцен революциялық қозғалысты тежеп, төңкеріске әзірлене бастады. 1927 жылы наурыз айында Чан Кайшидің жақтастары Шанхайда, Нанкинде, шілдеде Ухань қаласында төңкеріс жасап, коммунистерді қудалай бастады. Біртұтас антиимпериалистік майдан ыдырайды. Осыдан кейін коммунистік партия қарулы күрес жолына көшуге мәжбүр болды. Коминтерннің көмегімен Мәскеуде өткен Қытай компартиясының 6-шы съезінде өзгерген жағдайдағы күрестің жаңа тактикасы бекітілді. Оның негізгі міндеттері мыналар. Бірінші, империализмге қарсы ұлттық тәуелсіздік және елді біріктіру жолында күресу. Екінші, помещиктік жер иеленуді және феодалдық бұғауларды жою. Үшінші, реакцияшыл Гоминдан үкіметін құлату және кеңестер түрінде жұмысшылар мен шаруалардың революциялық демократиялық үкіметін орнату болды. Бүкіл партиялық жұмыстың орталығы қаладан селоға ауыса бастады. Бұл аудандарда жұмысшы шаруа кеңестері және қызыл армия бөлімдері құрылды. Алыстағы аудандарда Гоминдан үкіметінің билігі онша берік емес еді. 1927-37 жылдардың аралығында оңтүстік және орталық Қытайда 15 шақты кеңестік аудан және 300 мыңға жуық сарбазы бар қызыл армия бөлімшелері құрылды. Әскер қолбасшылығына Чжу Дэ, ал комиссар болып Мао Цзэдун тағайындалды. 1931 жылы қарашада орталық жұмысшы шаруа үкіметі құрылды. Оның төрағасы болып Мао Цзэдун сайланды. Кеңестік аудандарда помещик жері шаруаларға бөлініп берілді. Кәсіпорындарда 8 сағаттық жұмыс күні жалақысы төленетін демалыс беру тәртібі енгізілді. Ер адамдар мен әйелдердің құқығы теңестірілді. Еңбекшілерді оқыту үшін мыңдаған мектеп пен үйірме ашылды. Бұл аймақтағы үкімет саяси әскери диктатура тәртібіне сүйенді. Гоминдан үкіметі қайткенде де Қытайдағы революция ошақтарын жоюды көздеді. Сондықтан кеңес аудандарының өмірі күреске толы болды. 1934 жылы Гоминдан үкіметі кеңес аудандарына қарсы ең күшті 5-ші жазалау жорығын ұйымдастырып, ауыр соққы береді. Қызыл армия бөлімшелері солтүстік батыс провинцияларға шегінуге мәжбүр болды. Олар 12 мың шақырымдай шегініп, Шэньси, Ганьсу, Нинся провинцияларының түйіскен жерінде жаңа революциялық орталық ұйымдастырды. 1931 жылы қыркүйекте Жапон әскерлері Қытайдың солтүстік шығыс провинцияларын, яғни Маньчжурияны басып алуға кірісті. Қытай елінің тәуелсіздігіне зор қауіп төнді. Жаңа жағдайда Қытай халқының басты жауы Жапон империализмі екендігі атап көрсетілді. Коминтерн азамат соғысын тоқтатып, барлық күшті аса қауіпті жауға қарсы біріктіру керек деп үгіттеді. 1937 жылы Жапония бүкіл Қытайды басып алуға бағытталған жаппай шабуылын бастап, едәуір табысқа қол жеткізді. Қытай коммунистік партиясы біртұтас ұлттық майдан үшін Гоминданмен бірігуге әзір екендігін мәлімдеді. Халықтың қысымымен Гоминдан Қытай коммунистік партиясымен біртұтас майдан құруға келісуге мәжбүр болды. Қытай коммунистері біртұтас майдан мүддесі үшін өзінің саяси әлеуметтік қағидаларын кейбір бағыттарын өзгертуге әзір екенін білдірді. Олар: бірінші, азаматтық соғысты тоқтатып, орталық үкіметті қолдау. Екінші, кеңестік аудандарды Қытай Республикасының айрықша ауданы деп атап, оны орталық үкіметке бағындыру.
Қызыл армияны ұлттық революциялық армия деп өзгертіп, Нанкиндегі орталық әскери комитетке бағындыру. 3. Айрықша аудан аумағында жалпыға бірдей сайлау құқығына негізделген демократиялық тәртіп орнату. 4. Помещик жерін тәркілеуді тоқтатып, біртұтас ұлттық майданның бағдарламасын жүзеге асыру. Қытай халқына осы бір кезде Кеңес одағы достық көмек көрсетті. 1937 жылы тамызда КСРО мен Қытай арасында өзара достық және ынтымақтастық туралы шартқа қол қойылады. КСРО Қытайға $250 миллион мөлшерінде несие ашады. Қытайға танкілер, зеңбіректер, ұшақтар, жанармай, оқ-дәрі, пулеметтер беріліп отырды. Қытай Гоминдан үкімет өтінішіне сәйкес КСРО Қытайға әскери кеңесшілер, әскери мамандар жіберді. Сарыөзек Ланчжоу тас жолы, Алматы Ланчжоу әуе жолы іске қосылып, Қытай еліне қыруар жүктер жеткізіліп тұрды. Қытайдағы әуе шайқастарында 250-де ерікті кеңес ұшқыштары қаза тапты. Соған қарамастан елдің көптеген аудандарын Жапония басып алған болатын. Назарларыңызға рахмет.